Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін біз қаламсандағы үйлерге обзор түсіруді жалғастыратын боламыз. Ал бізде келесі бөлімде, үшінші бөлім, яғни сол бөлімде біз қаламсанның өзінің үйлеріне обзор жасайтын боламыз. Ал қазір өзімнің үйімді бір рет көрсетіп кетейін. Алдыңғы видеомда үйімнің ішін көрсетпеген едім, енді бүгінгі видеода көрсетемін. Жалпы үйімнің сыртын бәрін білесіңдер, себебі бірінші бөлімді көріңдер. Міне мына үйімнің іші мынадай. Бірінші кіргенде бізде бір сандық, және де мына жақта бір бір бөлме да бұл жерде де балкон десек те болады. Мына жақта өзімнің заттарым, ал мына жақта бізде өзімнің жататын спальнейім, ал мына жақта балкон. Бұл жерден бетіп табиғатқа тамсанып қарап отырасың. Бізде 3-ші этажда бар айтпақшы. Бұл жер әшейін шатыр, бірақ бұл жерді әлі толтырған жоқпын. Үйімнің іші негізі пустой. Мына жерден өсіп қарауға болады екен. Мына жерде бір тығылып қалатын жер ғой деп атым. Енді пәске түсіп, мен үйімнің екінші базамды көрсетейін. Бірақ ол жерде база жоқ, үй жоқ. Менде тек егін мен мал шаруашылығы ғой. Мына жақта өзімнің ағаштарым. Бұл ағаштарды мен ұзақтан тауып келдім. Бұларды жақын жерден таба алмайсың, себебі барлық ойыншылар ағаштарды қырып кеткен. Ертерек ағаш аламасаңдар, уже ағаш алу қиын болады. Мына жақта өзімнің егінім бар. Ал мына жерде мал қора, 2 мал қапты ғой. Қалай кіріп кеткенін түсінбедім. Біресе пайда болады, біресе жоқ болып кетеді. Малдар шығып кете ма бірдеңе ғой. Мына жақта өзімнің заттарым тұрады. Ең бірінші базам болған соң осы жерге зат болған. Мына жерде 3 ыстак, 364 ыстак бізде тамақ бар. Бұл тамақтармен біз өлмейміз ғой. Мына жақта дес дейма, сондай кланның ойыншысы жүр ғой. Незерит броня киіп алған ғой. Біз қазір бізді көрсе өлтіріп кетер еді, просто біз приваттың ішінде жүрміз. Алдындағы шайқасқа мен қатысқан жоқпын, себебі ол кезде мен видеоға кірмедім. Міне мына жерде енді сендерге приват қоюды көрсетіп жіберетін боламын. Ал бізде қазір мынаны бұзып жіберейік. Қолымыздан құмды түсірмесек, қазір бізге кедергі жасайтын болады. Мына жерде балтамен ең төбесінен ұрасыңдар да, ал өзіңізге керекті мысалы мен мына жақта ұрғым келіп тұр. Бізге керекті осы жақ. Мына жаққа дейін бүйтеміз. Енді чатты ашамызды. Базе креате қалаған атау бересіңдер. Мысалы мен аны берсем А болады. Сөйтіп, мысалы мен аны бере салайын, сен өзімнің базама önde уже база бар деп тұр. Егер де базаны өшіргілерің келсе, база делете деп чатқа жазасыңдар. Ал толық ақпарат көзі мына жерде. База құру үшін базе креате және де қалаған атау бересіңдер. Және дос қосу үшін базе адды және никті жазасыңдар. Бұны ал келесі бөлімде біз қаламсанға қалай кіру керектігін көрсетемін. Бірақ та оңай емес. Бұл тек бізде 10 лайк жинаса ғана мен сендерге келесі бөлімін түсіретін боламын. Білемін, қазір мен қатты дамыған жоқпын, 10 лайктың өзі жетеді. Бізде бірінші дамып алайық, кейін көтеріле береміз. Қазір бізде басқа үйлерге обзор, бізде шахтамыз бар, оны ұмытпаңдар. Бұл жерде енді зомби жүр. Біз қазір сыртқа шығып кете салайық, қазір сыртта төбелесеміз. Кішігірім зомби ғой, бұл да бір өлтіру. Білмеймін ғой, әйтеуір заттарың жоғалатын білсең. Қорқынышты ше, зомбилармен күрескен. Еще сәл-сәл күрескенде қатып кетуі мүмкін де, сол үшін де мен железный броня онша киіп жүре бермеймін. Тек өзімнің базамның ішінде ғана киіп жүремін. Ал мына жақта көрсеттім, енді бұна жақта бір әдем ваза бар екен ғой. Бұны енді көріп тұрмын өзім. Мына жерде үйді қиратып жеріпті ғой. Достар, тек шатыры қапты ғой. Мына жақта бір бітпеген. Бұл да бір үй. Жақта сандығы бар. Әрине біз сандықты ашамаймыз.
Мына жақтарда еді қонақ үй, вилла о дейме. Мына жақта кіріп көрсек, іші толмаған, сыртында біреу салған деп тұр ғой. Осы жерден екінші этажға көтеруге болады. Бізге қазір керек емес. Мына жақта бамбуктары, мына жақта тоже бұл мынау не емес па, кемелерді қарап тұратын бір жер емес па? Білмеймін, короче. Алыстан айлақ құсап бірдеңе кемелерді қарап тұрады ғой. Мына жақта тоқташы, бірдеңе көрген болдым. Ма достар, мынау самолет па? Біздің Қаламстанда самолет бар, бірақ бұл Қаламстанның ойыншысы ма? Автор Zero дейді. Енді мынау кім ол дейді ғой маған. Просто бұлар жақтырмайды ше үйіне кірген. Қазір мен өлтіріп тастағысы келіп тұр ғой, білмеймін. Мына енді танкі тұр, танкі. Қазақстанның қарулы күштері танкі бар екен. Мына жақта өзіміздің танкі. Автор Zero, бәрін Zero салыпты ғой бұның бәрін. Мына жақта бір шахта бар екен, мынау тоқташы дейді ғой. Қазір точно явно өлтіреді ғой мені. Лава құйып па өлтіріп тастайды ғой. Қарсы, ой жаман оның. Айттым ғой, ойың жаман ғой. Енді мына үйге кіріп көрейік. Бұл үйде кіре алмайды екенбіз. Кішігірім кәдімгі үй. Осымен достар, видеоны аяқтаймын. Осы видеоның соңына дейін көрсеңдер, комментке жазып кетіңдер. Және де келесі бөлімді түсір десеңдер, оны да комментке жазып кетіңдер. Давай, осы видеоға қалаған лайктарыңды жинап тастаңдар. Қош, сау болыңдар.